Сәлем қыздар, сіздермен бүгін баклажаннан өте пайдалы тіске басар жасайтын боламыз. Баклажанның жүрек жұмысы мен қан айналымын дұрыстайтын өте керемет қасиеті бар. Және баклажанның құрамында өте пайдалы дәрумендерге толы екенін білесіз ба? Сол үшін қазір жаз мезгілі болғаннан кейін бағасы да өте арзан. Соны пайдалана отырып, сіздермен бүгін салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Қыста бұл көкөністердің бағасы 2 есе қымбат болады. Ең алдымен кабачкеден жасайтын боламыз. Ең бірінші артық жерлерін алып тастап, осылай видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Енді баклажанды тураймыз. Қазақша баялы деп айтады. Сіздерге түсінікті болу үшін баклажан деп айта берейін. Оны да дәл видеода көрсетілгендей етіп жақсылап турап аламыз. Осылай тұз сеуіп, үстінен суық суды құйып, 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Үстінен тарелкамен немесе ауыр затпен бастырып қойсаңыздар, барлық баклажан суға батып тұруы керек. Ұзағырақ тұрса да ештеңе етпейді. Біздің баклажандарымыз жарты сағаттай тұрды. Енді барлығын құрғақ салфетканың үстіне қойып, кептіріп аламыз. Мен осылай салфеткамен сүртіп шықтым қыздар. Барлығын құрғатып алғаннан кейін 2 жұмыртқаны жарып, үстіне тұз салып, жақсылап араластырып, қуырып алатын боламыз. Ең бірінші баклажаннан бастаймыз. 2 шетін толықтай жұмыртқаға араластырып алып, қызып тұрған майымызға салып, 2 жағын бірдей пісіріп алатын боламыз. Барлық баклажандарды дәл видеода көрсетілгендей етіп пісіріп алсаңыздар болады. Немесе қыздар ұнға матырып, одан кейін жұмыртқаға малып пісіріп алсаңыздар да болады. Олай да дәмді шығады. Көп уақыттарыңызды алмайды. Ары кетсе 2-3 минутта 2 жағы да пісіп шығады. Қатты қыздырып пісірудің қажеті жоқ. Дәл осы беті қызара бастаса, келесі бетін аударып пісіріп алсаңыздар болады. Артық майын сорғыту үшін осылай салфеткаге сүзіп аламыз. Кабачкеді да дәл видеода көрсетілгенде пісіріп алатын боламыз қыздар. Енді соусын жасайтын боламыз. Чесноктарымызды осылай теркадан немесе майдалап пышақпен турап алсаңыздар болады. Егер қатты ашты қаламасаңыздар, 1-2 зубчик чеснок жеткілікті болады. Енді укропты майдалап турап, чесноктың үстіне салып, үстінен майонез қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осымен біздің соусымыз дайын. Енді баклажанды алып, үстіне жаңағы соусымызды жағып, помидорды қойып, үстіне баклажан қойып, осылай барлығын жасап шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Қыздар, баклажан мен кабачкидің біздің организмімізге беретін пайдасы өте зор. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Ас болсын.